Убирать территорию, детскую площадку, тем более здесь дети играют со всех домов, не только с нашего дома. Если она на наш дом обиделась, что мы ушли, почему 28-й дом, вот этот дом не принимает, 26-й дом, вот этот дом не принимает никакого участия в уборке территории, захламили все, трава заросла, полностью весь двор затянуло. Детям некуда даже выйти поиграть. Ну вот скажите, где оговаривается ваши территории? Толтырылған қоқыс жәшіктері, лас ойын алаңы және өз жұмысын толық атқармайтын пәтер иелерінің кооперативі. Бұл Комсомол даңғылындағы 26-да 2 үйінің тұрғындарының бүгінгі таңдағы шешілмеген мәселелерінің бірі. 5 ай бұрын олар Гера кооперативінің жауапкершілігінде болды. Бірақ бұл мекеме ұсынатын қызметтер тұрғын үйлердің тұрғындарын қанағаттандырмады. Сондықтан да олар басқа кооперативке ауысу туралы шешім қабылдаған болатын. Дегенмен сенім артқан жауапты мекеменің жұмысына тұрғындар қарық болған жоқ. Қоқыс мәселесі сол баяғы шешілмеген күйінде қалды. Оно относится к ТО Гера. Бұл жер Гера жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарамағына кіреді. Ойын алаңшасындағы қоқыс былтырдан бері жиналған жоқ. Көктемде қар еріген уақытта жиналған қоқыс ағын сумен ағып барлық жерді ластады. Ал жаз кезінде қатты жел тұрғанда бетімізге келіп жабысады. Түсінесіздер ме? Бұл жерде балалар ойнайды. Біз солардың денсаулығы үшін алаңдаймыз. Бірнеше ай бұрын 26-да 2 мекенжайындағы тұрғындар Гера пәтер иелерінің кооперативінің ұсынған қызметінен бас тартып, үйлеріне көршілес орналасқан Валентина мекемесіне ауысқан болатын. Осыдан кейін қоқыс тазалық мәселелері шешілгендей болған. Алайда мәселе одан сайын ушығып кетті. Екі мекеме үй арасындағы ауланы бөлісе алмады. Келіспеушіліктің кесірінен балалардың ойын алаңындағы қоқыс бірнеше ай қатарынан жиналмаған. За каждым КСК у нас определенная территория, за которую мы должны отвечать. Әр пәтер кооперативінде өзіне тиесілі аумақ бар. Аталмыш үйдің тұрғындары біздің қызметімізге сеніп ауысқаннан кейін қолымыздан келгенін жасаудамыз. Ал мына балалар алаңшасы заң бойынша екінші тараптікі. Олар өз міндеттерін уақытында орындаса, мұндай мәселе туындамас еді ғой. Бұған дейін бұл мәселені шешу үшін қалалық мәслихат депутаты Сергей Урываев араласқан. Оның көмегімен екі кооператив арасында аулаларды бөлу туралы ауызша келісім жасалынған болатын. Алайда Гера мекемесі берген уәдесін орындауға асықпайтын көрінеді. По данной проблеме жильцы обратились где-то в районе на 3 недель назад. Бұл мәселе бойынша тұрғындар 3 апта бұрын маған хабарласқан болатын. Мен ол кезде мәселені қарастырып, екі кооператив арасында ауланы теңдей бөліп берген болатынмын. Келісім ауызша жүргізілгендіктен болар, мәселе әлі де шешімін таппай тұр. Мәселенің анық-қанығына жету үшін біз қалалық мәслихат депутатымен бірге екінші кооператив орталығына бардық. Алайда өзіне тағылған айыппен Гера пәтер кооперативінің иесі келіспейдіміз. Оның айтуынша өзіне тиесілі барлық жер уақытында жиналады екен. Нашу сторону мы убираем. Если они конфликтуют, өз қарамағымыздағы аумақты біз уақытылы жинаймыз. Комсомол даңғылындағы 26-да 2 мекенжайындағы үй бізге жатпайды. Сондықтан олардың аумағын біз жинауға тиісті емеспіз. Қалалық мәслихат депутаты Сергей Урываев тұрғындарға енді бұл мәселені тек жазбаша келісімге келу арқылы шешуге болатынын айтты. Жазбаша келісімде әр мекемеге өз жауапты аулалары сызба түрінде көрсетілетін болады.